Сәлем достар, бүгін кез келген балықты өте дәмді оңай пісірудің жолымен бөлісетін боламын. Менде бұл жерде сазан балығы 1 килограммға жуықтау шамасында. Үстінен 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Өзіңіздің талғамыңызға қарау көбіректе қоссаңыз да болады. Одан соң ыдысымызды алып, 1 жұмыртқамызды жарамыз үстінен. Ол жұмыртқаға 1 шай қасық тұзды қосамыз және де жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстінен 120 мл суды құямыз, тағы да жақсылап араластырып алып, үстінен 100 грамм шамасында ұнды саламыз. Енді екеуі біріккенше, біркелкі масса шыққанша тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай сұйық масса дайын болуы қажет. Ал енді екінші әдісті көрсетемін. Екінші әдісте бізде жай ғана ұнға балықты батырып, екі жағымен қуырып алатын боламыз. Енді бірінші майымызды жақсылап қатты қылып қыздырып аламыз. Одан соң балықтарымызды осылай сұйық массамызға батырып, кезегінен барлығын пісіріп алатын боламыз. Әр бетін 4-5 минут шамасында ұстаймыз. Оттың астын кішкене бәсеңдетеміз. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Бұл дәл осылай жасайтын болсаңыз, балықтарыңыз алтын түстес болып, өте әдемі болып шығады. Бұдан да қатты қылып қыздырып алсаңыз болады. Өте дәмді болып шығады, балығыңызға дәмі кіреді. Ал енді екінші әдіс, бұл әдіс осы. Ұнға кәдімгідей балықтарды батырып алып, осылай майға, қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Бұл әдіс баяғыдан келе жатқан әдіс қой, өзіміздің аналарымыздың қолданып осылай пісіріп беретіндері де бар. Өзімнің мамам дәл осылай қуырып береді, ұнға аунатып, өте керемет болып шығады, балық өзінің дәмін ұстап тұрады. Ал енді қалған балықтарымыздың барлығын өзіміздің қалауымызша осылай қуырып аламыз. Осы рецептпен дайындап көріңіз. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!